Бүгін біз сіздермен керемет осындай анемияға қарсы шырын дайындайтын боламыз. Шырынымыз өте дәмді болады. Және анемияға таптырмайтын сок ретінде пайдалануға кеңес беремін. Қанды көбейтеді, адамның иммунитетін күшейтеді, адамға күш-қуат беретін өте дәмді сусын болады. Құрамына керекті қызылша, алма және мейіз, набат қосамыз. Осыларды қосып суға қайнататын боламын. Қайнау барысын, салу барысын мен сіздерге көрсетемін. Мінекей біздің суымыз қайнап жатыр. Енді осының үстіне қызылшамызды, алмамызды саламыз. Бисмилля. Қызылшамызды салдық, енді алмамызды саламыз. Қызылшамыз сап қойдық, енді алмамыз мінекейіңіздер. Бисмилля. Алмамызды салдық. Енді осылар шамалы қайнағаннан кейін өзіміздің бір кесе дайындап қойған мейізімізді саламыз. Біздің қызылшамыз қайнады. Енді мейізімізді саламыз. Бисмилля. Енді осы мейізімізбен үшеуі қайнайды. Шамалы уақыттан кейін набатын салатын боламын. Анемияға қарсы согымыз дайын болып қалды. Ішінде мейізіміз қайнап жатыр. Иісі қандай керемет, қараңыздаршы. Мейіздің иісі деген өте тамаша шығып жатыр. Енді осының үстіне набатын саламыз. Набатын салып, набаттары ерігенше набатын салып қоямыз. 2 набат салдым мен, 2 бас. Көріп тұрғандарыңызда 2 бас осындай набат салдым. Осы набаттар ерігеннен кейін өте дәмді дәм шығатын болады. Дайын болған кезде мен сіздерге көрсетемін. Біздің мінекей сусынымыз дайын болды. Мейіздерін көрдіңіздер ме? Өте әдемі болып пісінген. Енді суғаннан кейін таңғы ас кезінде, балалар шөлдеген кезде сусын ретінде қып бере берсеңіздер болады. Балалар ішіп анемиясын шамалы иммунитетін көтереді. Өздеріңізді ішуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Біздің шырынымыз дайын болды. Барлығыңызға ас болсын. Осындай әдемі түсте шықты менің шырыным. Бәріңізге істеп көруге кеңес беремін. Ас болсын. Істеп көріңіздер, қолданыңыздар. Менің каналыма тіркеп кетіңіздер. Қолдау күтемін сіздерден.